Бәріне сәлем. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Мен бизнесті қорғауға маманданамын. Бұл бейнероликте мен сізді тінту процесімен таныстырамын. Лайк басып, YouTube каналыма жазылыңыздар. Тергеуші ретінде тінту жүргізген және адвокат ретінде қатысқан адам ретінде тінтуге дайындық неғұрлым жақсы болса, ол іс соғұрлым жақсы болады деп айта аламын. Бұл тергеушіге де тінту жүргізілген адамға да қатысты. Тінту жұмыстары алдында кеңсе немесе пәтер терезелерінің астында жедел бөлімшелерінің қызметкерлері тұрады. Сондықтан бірдеңені лақтырып тастай аласыз деп күтудің қажеті жоқ. Өйткені ол ерте ме кеш пе анықталады. Тінту басталар алдында тергеуші куәгерлердің қатысуымен бейнекамераға тінту жүргізу туралы қаулы жариялайды және тінту жүргізіліп жатқан адамға қолын қойғызады. Тінту аяқталғаннан кейін хаттаманың көшірмесі беріледі. Тінту кезінде кәсіпкер не істеу керек? Іс-әрекеттің болжамды алгоритм мынадай. Олар сізге қоңырау шалып, есік қағып, іздеумен келгенін хабарлағанын кейін адвокатқа қоңырау шалыңыз. Ал адвокат сізге келгенше тәртіп сақшыларымен есік арқылы сөйлесуді бастаңыз. Олардан тегін, атағын, қандай бөлімшеден, қандай қылмыстық іс бойынша келгенін сұраңыз. Содан кейін міндетті түрде олар бандиттер ме жоқ па деп алаңдағаныңызды және олар келген бөлімшенің кезекші бөліміне қоңырау шалатындығыңызды айтыңыз. Олар күтеді. Бұл сізге ойларыңызды жинауға ұсталған жағдайда қажетті қоңыраулау мен бұйрықтар жасауға уақыт береді. Әдетте тінтуден кейін нақты және процедуралық тұтқындау орын алады. Үйіңізде немесе кеңсеңізде алдыңғы есік бұзыла бастаған кезде тінтуге рұқсат беруге міндетті адвокат келіп, өйткені егер онда сіздің қорғауыңыз туралы хабарлама болса, егер ол осы тергеу әрекетіне жіберіліп бермесе, мұны қорғаныс құқығын бұзу ретінде қарастыра аласыз. Және одан әрі тінту нәтижелерінде шағымдана аласыз. Олардық қолайсыз дәлелдемелер деп тани аласыз. Осымен тінту тақырыбын аяқтаймын. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Мен бизнесті қорғауға маманданамын. Егер тақырып бойынша сұрақтар туындаса, түсініктемелерде жазыңыз, мүмкіндік болса жауап беремін. Лайк басып, менің YouTube каналыма жазылыңыздар.